бір қызық нәрсе бар. Абай айтады ғой, зинһар саған айтарым бар деген сияқты. Көкейімде жүр. Бұл айтайын отқан ғылыми да нәрсе емес. Бірақ бейғылыми деп те айта алмаймыз. Жалпы осы көрерменмен бір жағынан бар ғой, ақылдасқым келе ме? Bir жағынан таң қалам. Таң қалатыным бар ғой. Мына қазақта бір сөз бар. Мысы басты дейді. Ана Ерландың Жүсіптің мысы басып кетті. Отырған жерде мысым басылып қалды. Осы сөз көп айтылады, байқайсыздар. Содан кейін ойлаймыз, қараңызшы. Адам баласын Алла Тағала топырақтан жаратты. Топырақтың құрамында барлық зат бар, енді химиялық элементтер бар дейміз. Адамда қанында магний бар, кальций бар, жаңағы купрум мысың бар, күмісің бар, алтының бар, темірің бар. Бәрі бар ғой енді адамда қанында. Денесінде. Сонда мыстың құрамы 70 пен 120 миллиграмм арасында болады адам баласының бойында. Енді бұл 70 болса азырақ, 120 болса көбірек шығар деген сияқты. Енді мысты білесіздер, мыстың тотығын оксид купрумы. Мыстың тотығын қазақ не дейді? Тотияйын дейді. Тотияйын ащы. Тотияйын түсі ана бирюзовый болады, көгілдір болады. Иә? Көгілдір болады. Сонда қарап отырсақ, адамның қанның құрамында мыс көп болғанда қан көкке жақынырақ болады. Енді біздің көзіміз көрмейді, ғалымдар айтады ғой. Ал білесіздер, кезінде ана Германияда, нацисті Германияда жаңағы истинный ариец, анау мынау деген кезде голубая кровь деп қояды ғой баяғы. Қаны көгілдір дейді. Испандар да оны былай деп айтады баяғы. Ол кезінде оларда да болды тарихта, көбінесе беті аппақ болғанда жаңағы өте жаңағы нәсіл аппақ болғанда тамыры көгеріп көрініп тұрғанда көгілдір деп айтады. Олай емес. Бұл жерде қазақтың қисында басым. Адамның қанында мыстың үлесі көп болған кезде адамның қанында жаңағы мыстың үлесі көп болғанда адамның қаны көгілдір болады. Голубая кровь. Ал қанның құрамында мыс көп болған адам уверенный, өзіне сенімді болады, білесіз бе? Адам қандай да бір жағдайда, бір алысқан жағдайда, соғысқан жағдайда, айтысқан жағдайда, адам неғұрлым адам өзіне сенімді болған сайын, ол адамның өзіне оппоненттің мысы басады. Мысы басты дейді. Осыны қазақ қайдан біледі? Мен таң қалам осы нәрсеге. Мысы басты. Осы қайдан шыққан нәрсе? Жай елені комментарийінде айтып жатыр ол нәрсені. Бірақ осы нәрсе таң қаларлық нәрсе.